Сәлематсыңдар ма оқушылар? Қалдарың қалай? Денсаулықтарың жақсы ма? Сабаққа дайынбыз ба? Ендеше қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Бөлім сәулет өнері туралы не білемін? 54-ші сабақ. Бүгінгі сабақта бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықшарды білетін боламыз. Оқу мақсаты түрлі жағдаяттағы қоғамдық ортада қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу. Мұғалімнің көмегімен бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықшаның орнын білу және қою. Жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету. Бастауышта, баяндауышта зат есіммен, сын есіммен, сан есіммен немесе бір сөздің қайталануынан тағы басқа жағдайда жасалса, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалға, әмір күйші, Алматы сәулетті қала, ел намысы, ер намысы, ол инженер. 125-ке бөлінеді. Оқулығымыздың 102-ші бетіндегі мәтінді оқимыз. 13-ші жаттығу. Мәтіннен өзіңе қандай жаңа ақпарат алдың? Мәтіндегі қарамен жазылған сөйлемдерді көшіріп жазып, сөйлем мүшесіне талдаймыз. Олардың тыныс белгісіне назар аударамыз. Бізге берілген мәтін: Астанадан 6 шақырым жерде құлагерге ескерткіш орнатылған. Ескерткіш Астана-Көкшетау тасжолының бойында тұр. Құлагердің мүсіні мыстан құйылған. Құлагер әйгілі ақан серінің тұлпары. Ақан 16-17 жасынан әнге, өлеңге, домбыраға әуес болады. Оқулығымыздың 103-ші бетіндегі 14-ші жаттығу. Бұл жерде біз сөйлемді оқимыз. Екі бағандағы сөйлемдердің баяндауышын тауып, оларға сұрақ қоямыз. Екі бағандағы сөйлемдердің баяндауышын салыстырамыз. Бірінші бағандағы сөйлемге келетін болсақ, әділет оқушы, сәуле биші, алма жеміс. Бұл жерде бастауышта, баяндауышта зат есімнен құралған. Сондықтан да бастауыштан кейін сызықша қойылып тұр, оқушылар. Екінші бағанға келетін болсақ, әділет оқыды. Не істеді? Оқыды. Сәуле биледі. Не істеді? Биледі. Алма пісті. Алма не істеді? Пісті. Бұл жерде бастауыш зат есімнен, баяндауыш етістіктен құралып тұр, оқушылар. Сондықтан да сызықша қоймай жазамыз екен. Оқулығымыздың 103-ші бетіндегі 15-ші жаттығу. Мақалдардың қатесін тауып, көшіріп жазамыз. Бізге бұл жерде мақалдар берілген. Бірінші мақалға тоқтала кетейік. Мысалға, отан қуат, отбасы шуақ. Тақырыбымызға байланысты бастауыштан кейін сызықша қойылып тұр. Себебі бастауышта, баяндауышта зат есімнен жасалған. Мектеп кеме, білім теңіз, ас атасы нан. Осы мақалдардың қатесін тауып, көшіріп жазамыз. Оқулығымыздың 104-ші бетіндегі 16-шы жаттығу үй жұмысы, оқушылар. Бұл жерде көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, өлеңді оқимыз. Өлеңдегі сызықшаның қойылу себебін түсіндіреміз. Қасқырдың қаруы не?
Есектің қаруы не? Бүркіттің қаруы не? Жыланның қаруы не? Бізге мысалдар берілген, сөздері берілген. Осы сөздерді пайдалана отырып, көп нүктенің орнына тиісті сөзді қою арқылы өлеңді оқимыз. Және де жазамыз дәптерімізге. Осыменен сабақ аяқталды, оқушылар. Сау болыңдар.